Қайырлы күн, қымбатты менің көрермендерім, сіздермен Сарыағаш тәттілері. Біз сіздермен бүгінгі бағдарламада осындай өте керемет, әдемі, янтарный свет шығатын алмадан тосап дайындаймыз. Және әдеттегідей тосабымызды жасай отырып, кереметтей қиссаларымызды баяндап отырамыз. Бүгінгі қиссамыздың тақырыбы Ыбырайымның қонақ күтуі және Ыбырайымның қызына өсиеті. Ыбырайым пайғамбардың үйіне бір күні құдай қонақ келеді. Ол бір құдаймен ісі жоқ, діні бөтен кісі екен. Ыбырайым оны жақтырмай, сылтау айтып, қондырмай жібереді. Сол кезде Алладан: «Әй, Ыбырайым, қонақты неге күтпедің?» деген әуез келді. «Діні бөтен, сенімен ісі жоқ бейбақ екен. Өзің жақсы көретін момындай емес», деді. Сонда Алла: «Сен бір адамнан осыншама мін тауып ас бермедің. Ал мен оларды ала аламай, о залдан асырап келемін. Менен үлгі алатын кең адамның ісін қылмадың», депті. Ыбырайым ұялып қонақты қайта шақырады. Дастарханның басында дұшпан да дос деген сөз осыдан қалыпты. Ыбырайымның қызына өсиеті. Ыбырайым пайғамбар үйінде тамақты жалғыз ішпейді екен. Бір күні қызы: «Әке, қашанғы біреуді күтіп отырасыз? Тамақ суып қалды, іше беріңіз», дейді. Ыбырайым: «Қызым, ақыретте көрген қызық, ішкен жегеннің бәрінің сұрауы бар. Көппен отырып, қонақпен бөліскен тағамның сұрауы болмайды. Берген аста береке бар, бермеген аста біте бар», деген. «Дос болсын, дұшпан болсын, асты бөлісіп же», деді. Қызы да содан бері жалғыз отырып, ас ішпейтін болыпты. Ыбырайым пайғамбар дүниеден өтер алдында ол қыздарын жинап мынадай өсиет айтыпты: «Мен бұл ғұмырымда өмірдің арымайтын, талмайтын, тайсалмайтын 3 тұлпарын міндім. Ол 3 тұлпар сабырлылық, арлылық, шүкіршілік. Осы үшеуін қатар тізгіндеген адам Алланың жолынан ауытқымайды, иманы кәміл болады», депті. Ал достар, мінекей бүгінгі қиссамыз осымен тәмам. Міне біздің кереметтей тосабымызда дайын болып қалды. Егер де менің видеоларым, осы баяндап отқан қиссаларым ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Және де қазақша контенттің дамуына үлес қосып, достарыңызға тарата жүріңіздер. Ал жақсы сау, сәлемет болыңыздар. Келесі бағдарламада кездескенше.